Орал орталығындағы Жұбан Молдағалиев ескерткіші Орал топырағында туып, барша қазақтың мақтанышына айналған жерлесіміз. Мен қазақпын деп ұлт рухын жырлаған ұлы ақын туралы не білеміз? Тайпақтан шыққан ақын екінші дүниежүзілік соғыстың отты жылдарындағы майданға қатысып, жауынгерлік ерлігін көрсете білген. Дәл осы соғыс жылдарындағы ауыр тәжірибе оның поэзиясында да терең із қалдырды. Ең әйгілі туындысы бәріміз білетін «Мен қазақпын» поэмасы 20 ғасырдың қиын кезеңінде қазақтың ұранына айналған. Ақын тек әдебиетте емес, ел тағдырында да шешуші сәттерде батыл сөз айтқан тұлға болды. Майдан даласында өлім мен өмірдің арасында жүріп, адамгершілікті, туған жерге деген сағынышты өлеңге айналдырды. 1986 жылы желтоқсан оқиғасынан кейін қазақ халқының ар-намысын қорғап, Мәскеуде өткен жазушылар пленумында батыл пікір білдірген санаулы адамның бірі дәл осы Жұбан Молдағалиев. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегінде таныстым мың тілімен. Бұл жолдар жай ғана поэзия емес, бұл барша қазақтың жүрегіні. Бүгінде Жұбан жыры қазақ жастарының рухани шамы. Оның әр өлеңі қазақ боп қалудың құны мен қадірін ұқтырады.